Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2 сынып 17 сабақ, тақырыбы қара шаңырақ. Біліп ал, қазақта кенже ұлға мұра болып қалатын әкенің үйі қасиетті қара шаңырақ үлкен үй деп аталады. Оған қара шаңырақпен бірге әке-шешелік бағып қағу, күту міндеті жүктелген. Балалар, қара шаңырақ жаңа атап өттік. Яғни үйде ең кіші бала кенже ұлы қалса, сол әкесі мен шешесін бағып қара шаңыраққа ие болады екен. Мәди Айымбетовтың қара шаңырақ әңгімесін балалар өздерің оқып аласыңдар. Мәтін не туралы? Мәтін ауыл өмірі, жайлаудағы тіршілік, қазақ халқының қара шаңырақ деген қасиетті ұғымы туралы. Жайлаудағы еңісте 3 киіз үй тігіліп отыр. Ортадағы үй автордың Сәрсет көкесінің үйі, оның жанында көмекші Шопанның үйі бар, ал бергі жағында баланың өз үйі орналасқан. Сәрсет көкесі атасы мен әжесін жайлауға көшіріп әкелгенде, бала бірге келіп қой бағуға көмектеспек болады. Мәтін соңында әжесі балаға неліктен олардың үйін Бәтиса жеңгесі қара шаңырақ деп атайтынын түсіндірді. Сәрсет көкесі еншісін алып бөлек шыққан, ал атасы мен әжесі кенже ұлымен бірге тұрғандықтан бұл үй негізгі үлкен үй қара шаңырақ болып саналады. Негізгі идеясы ұлттық салт дәстүрді қадірлеу, үлкенді сыйлау, отбасылық бірлік пен еңбекқорлыққа баулу. 3-ші тапсырма мәтін бойынша кестені толтыр. Сәрсет әкемнің ағасы, Бәтиса жеңеше, қара шаңырақтың үлкендері атасы мен әжесі. 4-ші тапсырма. Қара шаңырақ иесі үйдің кенже ұлы немесе кенже бала. Қара шаңырақта тағы киіз немесе алтын ұя, үлкен үй деп атайды. Қара шаңырақ иесінің міндеті ата-ананы күтіп бағу, әулеттің берекесі мен дәстүрін сақтау. Сызбаға сүйеніп, туыс-туысқандардың да ата қара шаңырақ иесі болса әңгімелер. Әкем жағынан атам, әжем, әкемнің бауырлары, көкелерім, апаларым, тәтелерім және әкем дейді. Ана жағынан нағашы атам, нағашы әжем, анамның бауырлары, нағашы ағаларым, нағашы апаларым және анам. Өз жағымнан менің бауырларым, іні қарындастарым, аға әпкелерім және мен. Қара шаңырақ ата-бабамыздан қалған үлкендер тұратын немесе әулеттің түп қазығы саналатын үй. Менің әкемнің әкесі менің атам. Атам мен әжем тұратын үй біздің әулетіміздің қара шаңырағы. Қара шаңырақ иесі атам. Ол кісі бүкіл әулеттің басын қосып, ақыл кеңесін айтып отырады. Барлық мерекелер мен қуаныштарда біз сол қара шаңыраққа жиналамыз. Мен өз қара шаңырағымызды мақтан тұтамын және оның қадірін білуге тырысамын. Сен өз отбасындағы жағдайға сәйкес ата-әжеңнің атын атап, немесе олардың отбасындағы орнын сипаттап, осы үлгі бойынша өз әңгімеңді құрастыра аласың. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет балалар.